мен құрметті Әділқазы. Менің атым Асқар Әдемі. 4-ші сұрақ. Бүгінгі менің тақырыбым Файза Жұбанова. Файза Жұбанова қазақтың көрнекті музыка танушысы, композитор, музыка зерттеушісі, педагог және қоғам қайраткері. Ол қазақ музыкасы дамуына үлкен үлес қосып, Қазақстанның музыкалық мәдениетін негізгі қалаушы тұлғалардың бірі болып табылады. 1927 жылы 18 наурыз Қостанай облысында дүниеге келген. Файза Жұбанова Қазақ СССР ғылым академиясының музыкалық зерттеулер институтының бірінші директоры. Сонымен қатар Алматы консерваториясында сабақ берді. Алматы консерваториясын бітіргеннен кейін музыка пәні бойынша кең көлемді зерттеу жүргізді. Ол қазақ музыкасының тарихи мен теориясына байланысты көптеген еңбектер жазды. Олардың ішінде қазақтың ұлттық музыкасының ерекшеліктері мен оны әлемдік мәдениетпен байланыстыратын факторлар қарастырылған. Файза Жұбанова қазақтың дәстүрлі әндері, күй өнері, халық аспаптары қолданысы мен олардың дамуы туралы жазған. Оның еңбектерінің ішінде қазақ музыкасы мен оның дамуы атты кітап ерекше танымал. Жыр жазамын жүрегіме Файза Жұбанованың орындауындағы танымал әндердің бірі. Бұл ән қазақтың музыкалық дәстүріне сай, терең сезім мен махаббатқа толы шығармашылық туынды болып табылады. Файза Жұбанова өзінің ерекше даусымен, орындаушылық шеберлігімен және эмоцияны жеткізумен бұл әнді көпшілікке танымал еткен. Жыр жазамын жүрегімнің әні қазақтың музыкалық мәдениетінде маңызды орын алады. Ол орындаушының шынайы сезімдерін, ішкі әлемін тыңдарманға жеткізуге арналған әннің мәтіні де адам жүрегінің терең сезімдерін, өмір мен махаббаттың сырларын ашады. Алматы консерваториясында композиторлар мен музыкантшыларды дайындады және көптеген ұрпақтар үшін жақсы ұстаз болды. Өзінің педагогиялық қызметінде студенттеріне музыкалық білім мен мәдениетті, сонымен қатар ұлттық музыкаға деген сүйіспеншілікті дәріптеді. Файза Жұбанова Қазақстан Республикасы мәдениет саласының дамуына және музыкалық білімнің кеңеюіне үлкен үлес қосты. Ол музыканттар мен зерттеушілер қауымдастығына үлкен абыройға ие болды. Файза Жұбанова жайлы көптеген әріптестер мен шәкірттер естеліктер қалдырған. Олардың айтуынша Файза Жұбанова өте еңбекқор, ұқыпты және мейірімді адам болған. Файза Жұбанова қазақ музыкасын зерттеуде және дамытуда ерекше рөл атқарған ұлы тұлға. Оның еңбектері бүгінгі ұрпақ үшін аса маңызды және оның мұрасы әлі күнге дейін зерттеліп, қазақ музыкасы мен мәдениетін дамуына өз үлесін қосып келеді.